Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті жамағат, міне Алланың қалауымен бүгін біз сіздермен тараух намазының екінші күні және оразамыздың алғашқы күнінде сәтіндеміз бірге. Алла тағала құлшылығымызды қабыл еткей. Негізінде Рамазан айындағы ораза ол тәрбие мектебі. Ол ең әуелі біздің өзіміздің нәпсімізді тәрбиелеу. Яғни момын мұсылман Рамазан айына өздеріңіз білетіндей дайындықпен келеді. Раджаб айы, Шағбан айы осы Рамазан айына дайындық ретінде бізге берілген қасиетті айлардың бірі. Және момын мұсылман осы Рамазан айына қалай келді? Рамазан айын қалай қарсы алды? Рамазан айын қалай өткізді? Және Рамазан айынан кейін қандай халде болды? Осы нәрсеге біз мән беруіміз қажет екен. Өйткені құрметті жамағат, егер де біз Рамазан айына дейін қандай болсақ, және сол сипатта, сол баяғы әдетімізде Рамазан айы өткенден кейін де сол қалпында қалсақ, онда біздің ұстаған оразамызда бір, былайша айтқанда, сұрақ бар деген сөз, мәселе бар деген сөз. Өйткені пайғамбарымыз, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, хадисте айтқан қаншама адамдар бар, олар оразадан тек қана аш жүру мен шөлдеуден басқа еш нәрсені ала алмады деген мағынадағы хадистер келтірілген. Олай болатын болса, біз өзіміздің нәпсімізді тәрбиелей отырып, осы айдан барынша Алланың нығметін, Алланың кереметін, Алланың берген бізге сансыз қаншама нығметтер бар, соған көз жүгіртіп, ұғынып, жүрегімізбен өткізіп, соны сезінгеніміз абзал болмақ. Бір ғалым кісі өмірден болған оқиғаны былай деп келтіреді. Бірде ол ғалым кісі қасиетті Рамазан айының бірін қарсы алып жатқанда, сол жамағаттан бір дәріс тыңдаушы, дәрісіне қатысушы жамағаттан шәкірті сол ұстазын жолдан кезігіп айтады екен: "Уа ұстазым, келіңіз үйге қонақ болыңыз, мен үйімнен бүгін ауыз ашыңыз" дейді. Әлгі ұстаз шыны керек асығыс болады, бірақ шәкірті, былайша айтқанда, қарапайым, өте қарапайым шәкірт болады. Жаңа ұстазы ғалым кісі шәкірттің шақырғанынан бас тартудан ұялып, әрине жүр кеттік, бүгін сенің үйіңде бірге ауыз ашайық деп, бірге ауыз ашуға барады екен. Сол барса, өте бір қарапайым, кішігірім бір үйде тұрады екен. Былайша айтқанда, кішігірім асханасы мен кішігірім бөлмесі бар, екі бөлмелік бір үй екен. Сөйтіп ішке кірсе, анау қонақ күтіп жатқан шәкірті: "Келіңіз, отырыңыз, жайғасыңыз, қазір ауыз ашарды, тағамды әзірлеп әкелеміз" деп ары қарай кетіп қалады. Ұстазы отырады, тыңдайды. Ар жағында асханада әйелімен сыбырлап, күбірлеп сөйлесіп жатыр екен әлгі шәкірті. Әйеліне айтады: "Тезірек, мынау үлкен ұстаз ғалым кісі үйге қонақ болып келіп отырып, кәнеке біз оған ауыз ашар жасайық" десе, әйелі айтады екен: "Ертерек айтқаныңызда ғой, бір нәрсе болсын, қарызға болса да бір тамақ дайындауға бір барып, қарызданып болса да жақсы бір ауызашар дайындайтын едік қой" деп айтады. Осы сөзін естіп қалады. Және әйелі айтады: "Үйде тек қана фасоль ғана бар" дейді. "Фасоль ғана бар, соны бере аламын" дейді. Сөйтіп осы сөзді естіп қалған ұстазы осыған қатты мән бере қоймайды. Енді шәкірттің жағдайын бәрін түсініп отыр, көріп отыр. Сөйтіп анау шәкірті келеді де айтады: "Міне осы біздің бөлмеміз. Мына бөлменің мына терезесінен күн шыққан көреміз де, келесі терезесінен күн батқанды көреміз. Осыған да шүкір, Алла тағала осындай үй бергеніне, күннің шығып, күннің бату нығметін көргеніне Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Мына үйдің мына бұрышында" дейді, бір бұрышын көрсетеді, "біз намазымызды оқимыз. Мына бұрышында отырып, Алланы зікір етіп, Құранымызды оқимыз, Алланы еске аламыз" дейді екен. Сөйтіп, ал мына бөлменің мына бұрышында болсын, өзіміз тынығып, Алланың нығметтерін еске алып, рахаттанамыз дейді екен.
соның барлығын ести отыра ұстазы сондай қатты жүрегі желбіретіп, жұмсарып, анау кісінің шәкіртінің сондай бір Аллаға деген құлшылығына, Аллаға деген мойынсұнғанына, итағатына, мейірімділігіне қатты тамсанып риза болады да бірге былай дейді екен: жоқ, мен сізге қонақ болып келдім, фасоль жеу үшін келдім негізінде дейді. Бірақ анау әңгімені естіген айтпайды ғой, фасоль жеу үшін келдім, кәні фасолің бар ма, әкелші деп сұрайды. Сөйтіп бірге отырып ауыз аштырады екен. Сол ұстаз айтады, ғалым кісі: күндердің күнінде тағы бір ауызашарға бардым. Ол ауызашарда жағдайы бар, өте бір бай ауқатты бір кісі оны үйіне қонақ етіп шақырады. Үйі деген керемет сарайдай, патшаның сарайындай, үйінде барлық жағдай жасалынған, бірақ тамағы, дастарханы өте бай. Сөйтіп дастархан басында әлгі кісі, бай кісі, ауызашарда былай дейді екен: ой, жағдай қандай қиын, мүшкіл, мынау ақша жетпей жатыр еш нәрсеге, дүние мүлік тар, әйелім болса мынандай, дүние болса осындай деген сияқты өміріне сондай бір шағымын айта бастайды. Ал бірақ та оның жағдай өте керемет еді ана кісіге қарағанда. Сонда ғалым кісі тамсанып, сол үйден тезірек шығып кетуге асығады екен. Одан кейін сол кісі, ғалым кісі айтып жатыр: қандай керемет, Алланың нығметін түсініп, соған көзі жетіп, соны жүрегімен қабылдап, Аллаға ризашылық білдірген адамның қандай Алланың алдында мәртебесі осы дүниеде де, ақиретте де биік болатынын қандай керемет көрініс деп, әлгі жағдай төмендеу шәкіртінің мысалын өзіне үлгі етіп алып, басқаларға да оны өсиет етіп айтады екен. Олай болатын болса, біздің Рамазан айымыз бекерге өтіп кетпесін. Бұл айда Алланың нығметтеріне көз жеткізейік, Аллаға шүкіршілік етейік, қанағатшыл болайық, тоқшыл болайық. Алла тағала бар нәрсемізді берсін, арттырсын, соған шүкіршілік етсек, Алла тағала әрине оған разы болатыны сөзсіз. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин. Ва салату ва саламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ораза қабыл болсын.